Kudayım, dünya yüzü boyunca 6 materik var. 6 materiktin Amerika'sında da, Angliya'sında da, Fransa'sında da, Kazakistan'da da, Özbekistan'da da, Tacikistan, Türkmenistan'da da hareketlikleri var. Bарлық hareketliktin şaharağında amaçlık olsun. Ağzınız bir bekkin olsun. Dastarkanında bolçuluk olsun. Şıkkan gündörü Kudayım şıraylı olsun. Atkan tаңдары araylı olsun. Bargan жерinin bari toy olsun, jegeninin bari koy olsun. Ağzınız bekkin bolup, aman esen katnasa versin. Mekke olsun, bayramları kutlu olsun. Çoğu olacak ayetlerine kutlu olsun. Bizleri yerlik kala rayonuna kağıtıdız, Karagöse. 70 pay degen men bolalım. Ne, Oğuz Müslümanlara kutlu olsun, ömürlerin uzun olsun, dendere sağlık olsun da kecesi her vakti olursun.
келдіңдер. Ал енді бірінші рет мына бұрынғы дүниеден өткен ата-бабаларымызға максималды бір құран сөз берейік. Сонан кейін танысып құттықтаймыз. الله لا إله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء مما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يطوح حفظهما وهو العلي الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي كل ذنب وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ine yine de ümmet etkin olsun. Karageçek oğullar, ata babaların olsuna, akşam batı babamızın olsuna, akşam batı babamızın olsuna, kalem savabı bahsetsin. Allahümme Rabbena hatina fi dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve ahina temenera. Fadduhulli fi hibbeti ve duhulli cennet. برحمتك أرحم الراحمين. Assalamualaikum және hürmetli Karagözek ағайындар, Оразбай айтсын азмаз. Ассалаумағалейкум, қадірлі бауырлар, қош келдіңдер. Бүгін енді қыз сөзін бастап берейін. Мен айтарлардың сөздерін айта бересің. Мына біздердің бүгінгі ұшырасуымыз бір тарихи күн. Біздердің ата-бабамыздың армандап кеткен арманның орындалып жатқан күні бүгін. Біздер Ақтөбе, Қазалы, Қызылордада ауған қаракесектеріміз бәріміз. Аштықта болған, репетицияға ұшыраған ата-бабаларымыз. Сонан біз Қарақалпаққа құлап, сонда көбісі қайтыс болған естіміз бойынша. Сосын мына Қаратерек көліне келіп, сол жерде балық аулап жүрген кешел болған, сонан тарқап тірі қалған ұрпақтарымыз осы. Бүгін мінеге қосып жатырмыз, әрқайсымыз әр жақтан, мысалы Берунейден қарындастарымыз келіп жатыр, жастықтан келіп жатыр дегенде жан жаққа жиналып жатырмыз. Қош келдіңдер, ағайыншылықтеріміздің осы таныстығымыздың басы болсын. Бәріміз бір Қаракесектің ұрпағымыз. Қош келдіңдер. Осы сөйлей берсек көп, адамдар тамағын жеп алып, кейін сөйлейміз бе, әлдері барып. Шайларыңыз іше берің. Ал онда азматтан кейін танысамыз ба, қайтеміз? Микрофондарын өшіріп қоя берейік па? Сосын жаңа мына сыртта суретке түстіңдер ғой. Сол сурет алатын адамдар болса, мына камерасы болған студияның балдары бар, сурет шығаратын. Соларға сурет шығарып беремін не қылса дейді. Енді ақшасын не сом екенін білмеймін дейді. Шамасын білмейсің ғой, қазір барып біліп шығарам дейтін болса, алам дейтіндер болса шығарып береді. Бәрі алама, 50 шығарып әкелсін бабаға. Арзандау болсын, арзандау.
Onda болды, onu шығарып айтамыз қазір. Адам да бізде арқайын шығарып әкеліп береді. Жетпесе кейінен және алды шығарып тұрамыз. Пока бір 40-50 шығарып әкеледі. Болды. Bәріміз бірігіп қатынасып жатырмыз ғой. Менен ал 15 ақсақал бар. Ақсақалдар келген қараматпақтың алған бір мүшесімін. Олардың сіздерге айтып жатқан сәлемнамаларын ойыма алып едім. Бәрі сәлем айтып жатқан ағайын жақтан. Сосын ол жақтан бір ағайындерін іздеп жатыпты. Мүмкін сізде қараматпақтың шөпқаларды. Біздерде Байбарыс деген ұры бар ма? Байбарыс деген. Оларды ертең орталықта айташын бір ұрпақтарын тауып қаламана деп сөйлеп жатыр еді. Қайсы тайпада деген соны айту керек. Ағында қайбасын айту керек те, оны біледі де олар. Абай деген туысқаныз деп жатыр. Шоқай деген Байбарыс. Шоңай. Шоңай екен. Мәңгі қол деген қызы Ақбөпе деген бар дейді осы. Нөкісте бұрын жасаған дейді, Нөкісте. Ақбөпе деген. Қаракешектің қызы. Ол үлкен адам да, ол Үлкен адам. ұрпақтары бар ма екен деп жатыр. Малай шағыр дейді. Соны бір сұра деп еді маған. Қазір жанымда бар да сұрақ қалайын деп. Ау Шоңай. Сауда деген ағаңыз деп жатыр. Оны сен бұларды құттырасыз. Сол кезде сен тастайын. Жоқ, ояққа тастайын дейді. Ал енді бұлар жерде алыстан келетін ағайындарға сөз берейік. Кейін айта беремін. Бер жасап қосында. Группада бармыз ғой.
Tanıştırıp basan, tanıştırıp. Assalamualaikum. Benim adım Mustafa. Tabii ki Jakav'ım. Ortada tanıştırıp 40 metre sıçramlı değil. Bir tanıştırıp odan bir Şunday akıştırıldığın oyda anlayırlar. sallada ötkesin kıyırken yanlıklar. Bayağıdır fana gelen iş yapıyor. Assalamualaikum. Benim adım Murat. Yoksa Nikaha karar. Benim adım Osman Karagöz'ün Aybaşkolarımız. Yoksa Orakalı'da durmuş. Diğer giyesin varsa bunu Karagöz'ü istedim. Assalamualaikum. Tuğsanlar, Sırayında ve Bileler ayında altın sayı tanık geleceğini bırakan Akın İbadılar Kazantepe Sayıcı. Bilmeyip buna suret tıkandı, benim çıkan Afgön'de cana düşkün. 20 bin euro avayaga üçün 15 bundan saat verecek. Karanın yesi avayaga üçün. Alan deyip olsam çıkartamız. Fakat 20 tane çıkartayım be. Nerede Afsada'dan var, Afsada'dan ben de çıkartabileyim be. Bak ben de çıkartamam da Afsada'dan da çıkartamam. Kimkisi sosun seni ayıkamız. Aşağı söylerim. Ha? Assalamu alaikum. Karagözlük bavurlar. Benim adım Jaksıbay, Mehmet Taşbulat'ın. Жоғары кеңестің гаражының қасында Айдынер көшеде тұрамын. Есте Қаракесекпін. Бәріне аманшылық, жақсылық, дастархандарға молшылық тілеймін. Бас қосуым Құдай сәтті өтсін. Assalamualaikum. Менің атым Абан, Достық қаласында Орақ қалада тұрамын. Қаракесекпін. Yang masuk banget, ini mungkin kalau ada satu lebih terang. Kalau pasang bersama ada yang langsung kita follow Assalamualaikum. Ya aku nomor hari rumah. Orang kalau terang mesti. Assalamualaikum. Tыныш. Bağlarım, kayıtları. Ya tыныş ya. Zaman isim bassızlar mı? Biz buna kişiye gruppada kalmış Karagöz'den Karagöz'leri деген. Сол мына келген азы 8 адам келдік, бәріміз бір ата-аналарымыз Карагесек клубы деп берміз. Бирюни районы Алтынсай ауыл қалалар жиынында жасаймыз біздер. Мына Бирюнидан да бір сіңіліміз келіп отырды, мінекей Тәжіқал деген. Сонымен 8 адам келіп отырмыз қазір. Ағаларымыз бар еді, келемізге группада сөйлеп отыр, Қазақстанға келіп қалды бір ініміз, бір ағамыз. Бір ініміздің бір баласы деп отыр, ол қазір болатын еді да. Енді қазір 8-іміз келдік, сіздермен танысқанымызға қуаныштымыз. Мына ағаларымыз, бәріміздің жиналады деген, біздер қыздар болсақ та келе бердік, көрмейді ағаларымызды. Өзі азғанағына Ақтөбеде Қаракесекпіз, ауылда да азбыз. Азғана үйімізде бір атадан тараған болғасы Қаракесек аз бізде.
Сол үшін Қарабастандағы bütün Қарабастанның жан-жағына келген қаракесек ағаларымызды, інілерімізді көрейік, танысайық. Бізде көп екенімізді біліп, арқамызды тауға сүйгендей болып, көңілімізді, көкірегімізді көтеріп жүрейік деп танысуға келдік сіздермен. Менің атым Базаргүл, 1958 жылғымын. Жақсы, бұларды бәрі таныстырайын. Мына қызымыздың аты Зерхан. Зерхан тұр. Нешінші жылғы Зерхан? 64-ші жылғы. Алтынсайда тұрамыз. Бәрі Алтынсайда ғой. Мынау сіңлім, аты Ұлбосын. 62-ші жыл болды. Мен туған сіңлім. Ол менімен қатар екен. Иә, бұлар аталаспыз, мынау менің бір әкеден туылған. Болды. Бұл Назгүл. Мына екеуі бір туыстар болады, білген қыздар. Мен Абайда тұрамын. Бұл да 58-ші жыл Абайда тұрады. Мына жақ Набақ деген сіңліміз. Бибазарда тұрады, 60 неше? 61-ші жыл туылған. Бұл жақ Әзиза деген сіңліміз екен. Өксте тұрады екен бұл, иә. Мынау Тәжхан. Берелдер деген сіңліміз дайын. Абдрахман аға Абдрахман ағаның қызын көрсін бәрі. Абдрахман Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Қарайсыз бауырлар. Өте қуаныштымын. Міне бас қосып, шөкемдесіп, ұйымдастырушыларға рахмет. Осындай Наурыз мейрамында бәріңізді көріп тұрғаныңыздан қуаныштымыз, өте қуаныштымыз. Ауызбіршілігін сыйлықты болып, осындай болып көрісіп, жүре беру несіп етсін. Ағаларымыз, апаларымыз, жиналып, мен атым Айзиза болам, Абдрахманның қызымын, Қаракесектің қызымын. Ассалаумалейкум. Қаракесек бауырларымыз, апаларымыз, інілеріміз, әпкелеріміз. Қалайсыздар? Барлық аман есен келдіңіздер ме? Отбасыларыңыз аман ба? Өтіп кеткен мейрамдарыңыз құтты бола берсін, айт мейрамы. Осы айт мейрамында осындай қуанышты болып тұрмыз, толқынданып, осы группаға кіргелі бері сөйлесіп жатырмыз. Менің атым Тәшқал. Менің Бюрнидамын, Бюрни қаласынан. Өзімде үлкен ағаларым бар, олар Қарағандыда, Алматыда, Астанада. Мен шоқлар дегеннің ойнарынан болғанмын. Ойнардан Ниязбай, Шыныбай, Тәжбай дегендер болған. Соның екінші баласы Шыныбай дегеннің қызымын. Ниязбай атамыздың болса, Бюрнида білген болсаңыздар, ауыл себет бұл қанша жылдан бері істеді, менен сіңді, пенсияға шығып, Астанаға көшіп кетті. Бірақ ол енді бұл дүниеде жоқ, атам жатқан жері жайлы болсын. Менің әкем де дүниеден өтті, Бюрнида еді. Тәжбай деген тәтеміз бар еді, ол жастайында үйленіп жатқан уақытта қайтыс болып қалды той күні. Авариядан. Сол енді осы ұрпақтарды жалғастырып жатқан бізден қыз болсақ та толқынданып келіп отырмыз. Ағамыз Қарағандыда еді. Аға, мен жетатан білмейді екенмін, тек Қаракесек екенін біледі екенмін дедім. Енді сол ағаларыңмен танысыңдар деді, басқа деп жатыр. Қызылордада бұдан 5-6 жыл бұрын өткерген екен Қаракесектердің несі. Сол жерден Қаракесектердің кітабы шығып, кітаптарға кіргізілген екен барлығы. Қазақстанның тумаларым атынан бәріңізге сәлем жолдаймын. Осындай ағаларым барына қуаныштымын. Бас иегенше сіздерге қызметтемін. Қамбардың ағасымын. Ағам келіп отыр. Қайым Қаракесек Жағау. Әділбай, аз көрден. Абай деген ісімі, анау Жұматай деген ағам, мынау Жұмабай деген ағам. Абай бар. Абай. Абай.
Bu tanıştırdan ben ayakkabı veriyorum. Ben ama değilim mi? Şeyim. Oh, sen ayakkabı. Hareketi yemişsin. Evet. Olursa da. Hasta olmaya para getirken. Ayrıca doğrusu para verir. Ne kara geçik yemişsin. Bırak kara geçik ki zihin çağırmın. Zihin demişsin. Zihin çağırmın diyordun mu? Altın Turan Bey. Yoksa kalasında Turan'ın. Bu kadayıları tanıydım yani. Şuna Cumhurbaşkanı Jorası'nın, Cumatay'ın annesimin, Abay'ın Yermek'tin ağasının. Benim işte Karagesek bir ülkenin kalıp, ülkenin baklaşısı. Rahmet. Ayakkabı. Assalamualaikum. Benim adım Kamal Ali. Kocaeli oturanım. Çakal Karagöçek. Sekbe degenin balası. Kocaeli'den sonra. İyi. Hayırlı. Ne zaman? Bahset, Tozvay, Kırmızı Baysan arasında Karacık rayonu Tosasar Sapkası'nda turarız. Nurtürk degen avulda turarız, Kuvaşları'nın boyunca. Bizlere de eklemişte bir şahsar ağamız. Daha şutlar ölçtük. Birazdan tanıyorlar sizlerin bana zaten. En sonunda kademler kutlu olsun, olsun ne böyle. Ciğer uçurasın, ağaç uçlardan şu attığımızda Kuvaşları'nın. Kesinlikle bir uçurasın, bazılar var, kutlar var. Kaç yıldır jaz kişilerden uçurasın kurbanımız. Olsun da vizit kesenler. Bırakın gibi. Bırakın gibi. Bir bu tadı. Assalamu alaikum ağaylar. Benim adım Baktıbay. Nükse rayonunda Ucuk деген жерде тұрамын. Қасай Қаракесек. Мына ұйымдастырып жатырған Қамбарға, Оразбай аға, осы келіп отырғандарына бәріне рахмет. Естіп біліп ағайындармен танысып көрсек жатқан алыстан келген ағайындарына бәрі қадамдары құтты болсын. Көп болсын, жақсы күнде тойда қатысайық. Әмнеңіздің шаңырағыңыз аман болсын. Assalamu alaikum ağaylar. Приятный аппетит. Al men taqdirga o'tirgan bo'lam. Bo'shda usaq qo'zdan. Atımı bırakıp 66 yılımın. Kalgandan umut kalmadı ben. Bana da ne oturuyor. Sonday sizin жағдай. Bo'shda oturam. Қазақстан мәгәрі жол салып атам дейді. Ол шалалау болып жатыр. Қазақстан мәгәрі жол салып атам. Ассалаумағалейкум ағайындар. Мұздай көшпесек болмады. Мінекей осы жазғы күнде осындай ұйымдастырып Шамбай ағалар, Оразбай ағалар жазғы күнде осындай ұйымдастырып бір-бірімен таныстырып осындай ұйым жинастырып екен. Рахмет көп. Мен өзім өскен жерімді айтайын бірінші. Енді батыр қазір Қаликөл орайы. Әлім Қаракесек Шақаудың жақсылығы дейм. Әкем үш ағайынды. Әкем аты Қуандық, інісі Ізбасқан, екінші інісі Садоқа. Үш қыз бар және. Қалеке, Қаликөл, Несібелі деген. Мен өзім 2007-де сол Алматы станция маған көшіп кеттім. 2012-де әкем көшіп бар. Ағаларымыз көшіп барды, туысқан бауырларымыз көшіп барды. Бәріміз станция маған тұрады. Осы қарелі есептер үшін танысайық, көрсейік деген ниетпен ниетіміз бар. Ағалармен жазғы күндер бәрін танысып отырмыз. Өте қуаныштымын осындайлар. Не қылдаймыз, ол жақсылығымыз көп болсын. Ауызбіршілігіміз бұзылмай, сол Қаракесектің ұйымы жаңғырып жүре берсін. Аманшылықта көрсейік. Қамбар. Жаңа қап қойды. Мақсымаға берейік енді. Мақсымаға бар. Assalamu alaikum.
Жақында ұста. Айланып тұр, айланып. Менің атым Салаватдин. Тыныбек Қаракесектің. Раушан ақын деген саулықтары боламын. Теріс соғыста тұрамын. Бабалар татырлы бір жақта. Ойыншылығы, мешіт салып, бала болыпты. Ғұламандар болған кейін ойыншылық болып қалды. Кейінлеріне құтты болсын, әмбегізде өтіп атқан байрамдарыңыз, келе атырған байрамдарыңыз, әмбегізге құтты болсын, ауыз өсілік болсын, осындай ауыз өсілікпенен жиналып отыра берейін. Қаракесек бауырлар ағайындарыңды ұстасып атырыңыз, танысып атырыңыз, танысымыз құтты болсын. Әмбеге денсаулық, ауыз біршілік тілеймін. Қарым-қатынас күшті болсын, денсаулықтары мықты болсын. Менің атым Жетпісбай, әкемнің 71 жасында туылғанмын. Әбілам Жүсіпов. Қоңырайда туылып өсіп, ерлік қалада жасаймын. Ерлік қалада прораб болып істеймін 20 жылдан бері. Шүкір Аллаға, әзірге шүкір сояқта істеп жатырмыз. Ағайындармен танысамыз да келіп бүгін міне сіздердің ортаңызда келіп тұрмын. Сіздерге сол денсаулық, ауызбіршілік болсын. Мен әлім Қаракесек Тінібегімін. Жүсіп деген шал болған деді Шомалайда. Әулиесам жерде жатырыпты. 89 жасында қайтыс болды. Соның баласымыз біздер. 5-ші әйелінен болған 5 бала. Бірінші әйелінен бір бала, екінші әйелінен бір қыз бір бала, үшінші әйелінен бір қыз, төртінші әйелінен болмаған 5-ші әйелінен 5 бала болған. Соның мен 4-шісімін, 5-шісі. Міне ағайындармен танысқанға қуаныштымын. Сіздерге денсаулық, ауызбіршілік болсын, өмірлері ұзын болсын. Енді қалған жағында ақтықты балаларымызды таныстыру нәсіп етсін әмеге. Егер де енді қалаға бара қойсаңдар, 70 қазақ десең болды, үй көрсетеді. Жай өмірім 70, машина өмірім 70, телефон өмірім 70. Әйел нешеу? Әйел бір өп бақала. Әкеміз күшті болғанда о. Қойш, бақсын. Біреуді бар қойды. Өзімден 7 құдаға шыққан. Біраз балаларға қол салсады ғой, 70 түрде. Әкем тауып кетеді. Енді әкесі түгілді о. Күшті болған адам. Арапша білген, әмірзән істеген, қолда теген, пенсия алмаған адам ол. Соның баласы Жетпісбай мен Жүсіпов. Оның Қаракесек Тінібек. Тінібектен ар жағы кете береді. Сенен көп нәрсе білуге болады екен. Шежірелер үйде барады, алып келсем болады еді. Енді мен... Алып келуіміз керек. Енді ана... Группаға Қазақстанға салдым. Жоқ, бізге салдым. Қарағандыға дейін салайын. Ояқтан Толыбай деген бала алып шежіре шығарып жатыр екен Қазақстанда. Соған барлық нелердің бәрін жібердім. Енді құда қаласа сіздерге жіберемін? Түсінікті болсын және. Басы құйрығын бір әр жерде жүрмесін. Енді бар Қарақалпақ Қаракесегі бар. Қазақстанның әлім Қаракесегі бар. Бар. Ал сіздерге денсаулық, ауызбіршілік тілеймін. Әм уақытта жақсы күндерде, тойларда отырып нәсіп ете берсін. Сол немерелерді үйлендіріп үлкен тойларға шақырысыма бола берсін. Бақытты, дәулетті, абыройлы, атақты болыңдар. Елік қаладан жалынды сәлем. Жақаватыда ізім болған болғанда, Жақаватыда 4 бәйбіше болған бұл. Ойше мая. Біріншісі Тінібек пен Жақау екен. Соғысын болған болғанда. Жақауадан жеңгендерінің бәрін ала білген ғой бәйбіше бұл. Айта берin, bir şekilde ayta verin. Ассалаумағалейкум. Қаракесек ағайындар, бауырлар. Денсаулықтары мықты болғай. 3 баласы қалған аман болғай. Жиналып жатырмыз ғой, бас қосып жатырмыз. Мәңгі болғай жолға. Басы болғай осы. Мен атым Мамут Оралбай Әділбайұлымын.
82 жыл туылғанмын. Қазір Мойны районы Әлеуілдегі тұрамын. Қуаныштымын бәрін көргеніме. Ақсақалдар, ағалар, інілер, бәрін денден сау болайын. Қуаныштымын. Жақында Пешінде тұрған артық не болып, атамыз көп деген Жақауға есепті болды. 70-ші жыл. Мен Жақау аман түмен мен. Айтып берейін. Мен атын Қабылбай, бұл үшін қарай берсек Шоңғаймын. Кепсауытта тұрамын. 28 жыл. 28 жыл. Ассалаумағалейкум. Қайырлы жөнәді. Күтіп атқан басқаларында ұзақ болсын. Республиканың алтыншы Химаты Шоғай, Гүйсен Шоғай, Қарайсы Қасайын, Қаплатын тұрмын. Қаракесек ағайындар, сіздер көріп тұрғанда қуаныштымын. Мен Қасайын Сапарбай Қожыбайұлымын. Қожыгөлде туылғанмын, 1965 жылмын. Қазір Неғыс қаласында тұрамын. Қаракесек қара қызымын. Ассалаумағалейкум бауырлар. Мен Ахмет Сапарбай, Монатыр қаласында тұрамын. Ауым әлім Қаракесек қауым. 1958 жыл туылғанмын. Қазақстанның қуаныштымын. Мойнақ районы Әлеуілдегі Атым Серғазы, Қаракесек Жақау, Аман Түмен, соншының Рәмбет. Енді менің екі адамды іздестірбарым. Әкемнің әкесі Бектұры, оның әкесі Тәжірат дейді. Тәжіраттың інісі Амантұры дейді. Енді сол әйелдер майдан дейді. Қошқарада деген Қошқарды азаматтары дейді айтпайды ғой. Сол енді Тәжіраттың әкесі Қошқарды ойлайды да бар. Енді Әжғалы деген атамыз бар Құдайды. Енді сол мәмбеттен тараған балалардың ішінде осы Әжғал, Тәжірат дегендер жоқ та енді. Сол енді Тәжірат деген атамыз мен тараған сонда анықтар бар. Сол білгендер болса, естігендер болса, сол Тәжірат Амантұры деген атамыз іздеп алды. Сол қайырды іште анықтар бар. Ойнақшы Әлеуілді Серғазы ауысып жүрді. Ассалаумағалейкум. Жасы үлкен жас кішілер, ағайындар, бауырлар, мен Иксенбай, Қоңырат районы Райшан Сапқызынан келдім. Әлім Қаракесек, Аман Төлегім. Жылым 68 жыл. Ассалаумағалейкум. Ағайындар, туысқандар. Мен Елдібатыр районынан келдім. Біздер негізі үш ағайындымыз. Ағатай, Шүңшібай, Шынбай деген. Шүңшібайдан балдарын бәрі көшті, Ағатайдың балдарын осы ауылға енді. Ағамның екі баласы менің қалды. Өзім Қаракесек естекпін. Артым білде 1968 туылғанмын. Барлығыңыздың мерекелеріңіз құтты болсын. Байрамдар
ойнап күліп жүре берейік. Бәрімізге аманды, шақпасымыз аман болсын, ауырман сырқаман. Бәрімізге денсаулық тілеймін, оң болсын барлығы. Мыналар қасымдағы інім, Ажиғали деген інім, ағамның баласы, мынау Жәнібек ағамның баласы, Байрам ағамның баласы. Ағаларым етелек кетіп қалды. Yerine var. Hadi kavlu konu var, yerine var. Ассалаумағалейкум, Алшын Қаракесек ағайындар. Менің атым Қарақол Серік болады. Әкемнің аты Абдрахман. 1975 жылының Ром Айрын Қаракесек толып тепер. Бекет деген жігіт Қаракесектің президенті Нұрлыбайға деген шалып 95 жаста қайтыс болды алдында. Соның баласы. Нұрлыбайға дегенде көп адам біледі. Сол шалдың баласы бұл. Assetman. Benim adım Bekbol. Karagöz'ü geçti. Aklım var. Hastalığı bağışını vermiş. Нұрбай ағаның артығы үлкен баласы. Ассалаумағалейкум. Қаракесек ағайындар. Жүргенбай, Мұхат Тажыбайұлы боламын. Еліқала районына келдік. 70 атауымен бірге. Әлім Қаракесек Күлібегі боламын. Рахмет. Әсетке берші, әсетке. Айтшы енді. Менің атым Әсет болады. Нұрбай ағаның баласы. Әлім Қаракесектен, есек. Ассалаумағалейкум. Үсербаев Нұрсұлтан Серікболова. Әлім Қаракесек Күлібегі болады. Ассалаумағалейкум, күніне жиналған Қаракесек ағайындар. Басқа жауапқаныңыз оң болсын, оң болсын, наурыз байрамында құтты болсын, үйлеріңде жақсы той болсын. Менің атым Орынбасар Оразбайұлы. Бүгінгі 1984 жылы туылдым. Енді олай бас қоссам, жақсы күндері тойларға келсем, Қаракесекте қай кезде бас қосса, той болсын, жақсы болсын, күн болсын бәрі. Ассалаумағалейкум. Мобай Андрей Мулдашевич, Амудариядан Маңғыстан. Қаракесек есілі. Жақауылына. 71 жылы. Ассалаумағалейкум. Менің атым Карым Берген, 70-тоқта тұрамын. Кестек, Қаракесек. Вали Берген дегеннің баласы. Ассалаумағалейкум бауырлар. Менің атым Сауырбек, мен Орбай, Нақырған ағыласы кеңелері Күйші қозда тұрамын. 80 Нақырғанның баласына қалар мен сіздерді таныдым бағана көрейік. Жақау жақсы. Нақырғанның баласы. Анам аты Майдагүл апай, білесіздер ме? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Менің атым Оңғарбай, Өрмекте тұрамын. Әлі Қаракесек Қасайымын. Ассалаумағалейкум. Мен әлім Қаракесек Қарағазы Бебіз Саута тұрып, Еламаш дегеннің ақтығым. Ассалаумағалейкум. Менің атым Оразбек Саламат, Ақтарұлы, Орпалада тұрамын. Әлім Қаракесек Түнәрі. Assalamualaikum Ben Nurullah Cumhurbaşkanı Atım Azat Hareketi geçtirdim. Ассалаумағалейкум, Қаракесек атым Арман Әкем Атабай, немересі, жасылық Қоңыраттан Қаракесек. Ассалаумағалейкум, Қаракесек мен атым Аңсақ, әлім Қаракесек Жақау, Төлеген Молдан Ақтың. Ассалаумағалейкум. Менің атым Кебелой, Қожен Оралында тұрамын. 1986 жылы Ұрлық Қаракесек Жақау. Самала деген есімі. Басқа болды ма? Айтып болды ма? Менің атым Қамбар, әлім Қаракесек, Жақаудан жақсыны сөйтіп көте береді. Сөзде әйтеуір бабалардың бәрін білеміз. Мына жерде Алматыдан үлкен ағам келіп отыр, осы жиын беріп жатыр деп. Алматыдан міне Қажымұқан деген жігіт келіп отыр. Қазақстанға бір жерде Қаракесектер барды ғой, біздер қаламыз ба деп, бұлар біздерді сыйлап келіп отыр. Сіздерге де рахмет көп келгендеріне. О апаларды айттым, о апаларды. Мырза болат, таң ата, бұл үшеуі Қазақстанда қалған аталарымыз. Одан таң атардан көше Санай деген екі бала, екі туысқан, бала шағасы менен әуелі Ақтөбеден Қызылордаға көшіп келіп, Қызылордадан бала шағасын барлығын жаугершілік болған болса керек та, мал дүниясын, бала шағасын аман сақтау үшін осы мына Әмдерияның бойына, Дәрияның жағалап, мына жағында Тоғай бар екен, мына жағында Дәрия бар екен деп, сол жерге көшіп келіп, ондан асқан екен. Содан тарағым деген бір тоғай емес, Тобыл тепе Қаракесекпіз ғой. Содан бер жағдалы бәрі, алтадан ба не білемін мен. Сол Санайдан не, Құрбанияз, Сашым, Сашымдан не. Мен алтын барлар жекатасын білетті, значит. Алтадағы дейін білеміз біздер. Мен бәрінің шежіресін, әкемен шежіремізді жазып, бәрін неден шығарып, ағайындарға беріп қойып тұрмын. Мен өзім қызығамын да соған. Аталарымыздан сұрап алып қалғанмын. Соны тарқатып бердім. Енді мен айтайын дегенім, Қамбар білгенімді айтып дегендей. Мына Қаракесектерімізден белгілі адамдар шыққан. Мәселен, кеше группаға тастап қойды ғой не? Бір жақ. Жазушыларымыз тастады, ақындарымыз тастады, ана белгілі Бәкір Тәжібаев деген, Ақбұлақ деген өлең жатына Бәкір Тәжібаев деген Қаракесегіміз біздердің соң. Одан кейін жаңа Қаракесектер жаңа бөлініп көшкен кезде жаугершілікте Қызылордаға және ана солтүстікке көшкен Қаракесектер орта жүзге кіріп кеткен деген мәліметтерді мен көп оқимын. Және оларда тән алып орта жүзде арғы Қаракесек деген Қаракесектер бар. Алшынның Қаракесегі, бәріміз бір Қаракесек екенбіз солар. 100 деген руларда кейін шыққан екен, мен оқығаным бойынша. Сол Қаракесектерде Алшын арғы Қаракесектің бәрі біздердің аталарымыз, біздердің тұқымдарымыз екен да. Олар енді тән алып жатыр. Қазір мен мына оқығанымды айттым, білмеймін ғой болмаса. Интернетте кітаптардан оқыған бойынша бұның сөйлеп айтылатын тән алып жатыр өздері. Дұрыс, біз сол Қаракесек бір Қаракесекпіз. Сол жаңағыдай жаугершілікте бөліп кеткендіктен орта жүздің ішіне кіргенде бізде орта жүз бізде келгенбіз. Енді айтайын деген сол орта жүзден. Қазақта 3 би бар ғой негізінде білесіздер,
үш би деген қаз дауысты Қазыбек би, Төле би, Әйтеке би деген. Орта жүздікі қаз дауысты Қазыбек би, ұлы жүздікі мәселен Төле би, кіші жүздікі Әйтеке би, сондағы жоқ айтайын деген. Қаз дауысты Қазыбек би Қаракесек. Әйтеке би әлі төрт қара. Сол Қаракесек, қаз дауысты Қазыбек би, үш бидің бір би біздің аталарымыз болғанда. Одан кейін мен өзім ізденіп жүріп Қаракесектер қай жақтаған екен, не қылып біз не болмау. Қазақтан бірінші рет ана космосқа шыққан Тоқтар Әубәкіров деген бар. Тоқтар Әубәкіров Қаракесек. Сол орта жүздің Қаракесектің Қаракесектер оларда. Соларды өзім іздеп не қылып жүремін да, екі жағы үш бидің екеуі бізде жатыр. Ташкентте жатыр Төле би, Әйтеке би, Мұратада жатыр Науайда. Мен Төле биге де бардым, қыдырып барғанда Ташкентке орнына Төле биге де барып зиярат еттім. Кейін былтыр бір жылы неге барды? Мұратаға экскурсиямен бардық, Қарақалпақстан бойынша бір автобус барды. Біз районда 2 адам бардық. Сол кезде Әйтеке би атамыздың басына автобусты тоқтатып болғанда қазақтардың бәрі түсіп Құран оқыдық та. Ол атамыз 4 қара екен, бірақ Өзбекстанның территориясында 2 би атамыз қалып қойған. Себебі Өзбекстанның жері біздердікі болған, себебі Қазақстандық болғанда, бұл республика болмаған, хандық болған, Қазақ хандығы, Абылай хан және Бұқа хандығы, Бұхара хандығы. Сол хандық кезінде кейін СССР болғанда шекарасы тастағандықтан, олар біздің территориямызда қалып қойған қазақтар. Денеме айтайын деген. Ана жаңада айтты ғой, Мұхтар Нияз деген ақын інілеріміз бар, Қаракесек болар. Аспанбек Шұғатаймен Қаракесекші бар, жармен айтсам біреулерім Аспанбек Қаракесектің демеді, айтыс ақындары ше. Олардың Қаракесектер. Қысқасы Қаракесектерді іздеп жүремін, қуан. Қаракесектерді. Және айтайын деген не? Ақтөбеде біз Қаракесектің тобыл темеріміз ғой. Интернеттен іздеп, тобыл теперден группасын тауып алып, қазір Біржан деген көпшілігіміз білетін шығарсыздар, иә? Қаракесектің шежіресін жазып жатыр сол. Сол тобыл теперде Біржан. Сонымен байланысып, одан кейін Қарақалпақстан Қаракесектермен қосты. Қызығады екен сапа. Өзіміздің ауыл Қаракесектермен қосайын деп, содан бұларды қосып бәріміз келіп отырмыз мына жерде. Сол тобыл теперден мына аталарымыздың шежіресін жазып тасталып жаңа кімге бердік? Шежіреге қосады. Қазір бір кітабын шығады Қаракесектер, бір кітап, барлық Қаракесектер, батырлар, ақындар бәрін зерттеп айналып жүріп. Сол кітаптарда шығады. Қазір 3 жылға шығарамыз деп бар. Шежірелер тастай берін деп жатыр да. Тобыл теперден группада. Солай Қаракесектер аман болсын Құдайым. Рахмет. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Олардың арасында Ақтөбе бөлімжайы деген бар. Кім деген? Ақтөбе бөлімжайы бар Өзбекстанның. Негізгі өкілдері Жақандан менің қызым. Олимпиадаға барып Ақтөбе бөлімжайы Олимпиадаға Bir kişkete kadar şeylerge bir iltimasım var, ödünüşüm var, bir narsa aytım gelip dur. Men endi atım Жақсыбаев, Әмілжан Тасболатов болғанмен мына бәріңде қамбардың мына Қаракесектер шатындағы суретті көріп тұрсыңдар. Сол жерде Қаракесектің президенті болған Нұрлыбай атаңыздың өткен жылы 95 жасында қайтыс болған сурет тұрды. Мен сол Нұрлыбай атаңыздың ағасы Тасболат деген кісінің баласымын.
Ватым жақсыбай. Енді ол кісінің кеткенде де 1,5 жыл болды. Сол кісінің қайыстау атқанда біздер мына Оразбай ағаның бар, Қамбар бар, осы Қаракесектің шатына ашсақ қалай болады деп бір ойлатып сонда нетілген нәрсе еді. Соның арасында Ақтан бабамыздың несіне мұрат болды. Соныменен Оразбай менен Қамбарлар осы жерде және бір қатар барып қайтты солар. Міне бабаларымыздың, аталарымыздың бәрінің жатқан жерде жайлы болсын, иманды болсын, пейіштен орын алсын. Енді сіздерден бір өтінішім, мына неғылдың басшысыз ел болмайды, каруансыз жол болмайды дегенде, өзіміз міне осындай бір осы Қаракесек бауырлардың бәрі бас қосып, көп көзіміз көңіл отырған кезде бір кішкентай басшы сайласақ қалай болады? Соған енді кандидатурасы осы жерде енді біз 5-6, 1-2 адам, 3 адам, 4 адам демей ақ қояйық. Қамбарды сол жасы кіші болса да біздерден басшы қылып сайласақ, жуырып жүріпті 1-2 жылдан бері барып қайтты. Оразбай аға соның советнигі, бірақ ол үлкен жаңағы Қаракесектер шатында член, ақсақал есабында. Осы неге қалай қарайсыздар? Ендігіден бұлай осы Қамбардың несіне бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, бір адамның баласындай болып қатынассақ, той мерекелерде, жақсы күндерде қатынассақ қалай болады? Қамбардың кандидатурасын қолдап қотылайсыз ба? Рахмет сендерге. Қамбар, поздравляю. Мен саған жазып беретін удостоверением жоқта. Бұзақ дедіңіз ба? Сен осы Қарақалпақстандағы Қаракесектердің енді президентті қараса, ендігі отырысында президенттің атап көреміз. Fakat әзірше сен сол бейсің, басшысың. Жасырған ол үлкен шаттан не. Енді сен мына қара ансат емес, мойныңа үлкен детіп атырықты. Біздер сенің не айтсаң да, сенің сөзіңе тұрамыз, сені поддержка жасаймыз деп халықта мен әдеп кеше Қазақстанда референдум өтті ғой, конституция. Біздерден Қаракесектің конституция дегендей, әдеп оны қуатлауға халықтан дауыс алып алдым. Так что поздравляю. Сосын не айтатыныңды айта береді. Әр районда бір адам өзі азмат ләжі болса басқаны қырап, сөйдегі нелерді бұлаймайды. Жері болса жетпей атса, анау бола ма, мынау бола ма, сондайларды ойласын қырап, жәрдем беретін әр районнан базар қылап, сіз бірінші. Әр районнан ана жазылғанда өздері біреулет бітір жинасын қырап, әр райондарында ләжі болса. Сөйтіп, ортаға сала алмайтындар болса, салып сондайларды. Бір адам басқару қиын, сонша елді. Жақсы мен өзім шын. Әр районнан әйтеу бір адам сондай жәрдем беріп, неғып көмектесіп. Мен былтыр 25 жылы ақпан баланың астына барғанда Толағай деген жаңа Қаракесектердің президенті маған тапсырған. Ал Қарақалпаққа барып бір Қаракесектің басын құра деп. Мен ойланып қайтып едім, бұл қалай құрайын болады? Мына Қамбар әңгіме айтып, группа ашып, мына группаның арқасында мінеке Құдайға мың қате шүкір, ағайындар, мына қарындастарым бұл халықты толып тұрмын. Сол қуан. Мына Қамбарды мына би қылып сайлап жатырмыз. Мына осы жігітке көмекші болатын базарлы қарындасым. Мен баста айтып едім, осындай қарындастарын талқылау деді. Сен даусыңды естіп ұнатып қалдым мен. Сол ұйымдастырып, беруіне елі қалар бәріміз. Сосын мына жерде Серғазы дегенім бар менің. Тоңыдан мойына, бәрі сенің мойныңа. Сосын Ибрахим бар неге, тақтауы бір жағы. Сенің мойныңа, бәрі ұйымдастырасың. Нұрбек, бұл жерге Қамбарды мұнда Ленинабадтың Нұрбек бар. көп ағайынды дауысын шығармайды. Мен соған біле қаламда. Болады ел болмайды, айту керек қой. Сұрлап, бір ауыздан ауызды жүкті болайық. Мына келер ұрпаққа шежіремізді түгелдеп қалдырса, соның үшін ауызды жүкті мен сіздерге бір несін айтып берейін мен. Тарихта естіген сөзінде. Біздер енді Қазалыдан құлағанбыз ғой.
Сонан кейін мына ағайындардың жеке айырылып кетпесін деп қарайсек десе болғаны ар жағын сорамам деген. Соның сол ата бабаның несімен біздер сорамадық осы уақытқа дейін. Ана бастармен ана Қазақстанның несіне қосылғанда қайғара кесілдің деп сұрайды. Оймайтын мынаусын дес, қайғара кесілдің деп жүрдім баста. Ол шежіре үшін керек екен. Мына сонша ашықта бірін-бірі тастамаған ата бабаларымыз. Ол мысал келтіріп айта берсең қанша айта беретін әкемізден естіген сөздері жадымда тұрыпты менің. Сол ашықта үш қожалық, төрт қожалықта бөліп жіберген тоқшылыққа шықсақ бір табысармыз деп. Сонан тірі қалған Қаракесектің ұрпақтарымыз бүгін тарихи күн бұл. Ата бабамыздың арманы бұл. Соның үшін ана Мұсанов Пақарадин деген кісіні көбісі таниды. Біздің шал соқталайын деп тұрған жерден Сталиннің қылышынан қан тамып тұрған уақытта соны аман алып қалған. Өзінің басын қатерге тігіп. Сосын Саймахан деген аталарымыз ашықта қалпынбастық болған. Сонда Сталиннің уақытында ұрлық дегенін білесіз бе қандай қылады? Складшыға айтып бөлек қойып, түнде біздің балалар келеді. Бұларға ескерте деген, иттің дауысы шықпасын бала деп. Ауылды айналып ит үреді. Складшы бүйтіп ұндайды дейді, сөйлемейді дейді. Соны алып бір қыз Саймаханнан болғанда қырып салады деп отырады. Не деген ауыз бүршік дейді. Қазір Құдайға шүкір тоқшылық қой. Біреу-біреудің қолы жайып тұрған адам жоқ. Соның үшін өңшіл болсақ, жау алмайды ешкімді. Ағайынды, соның үшін ауыз бүршікті болайық. Мына қамбар не айтса соны орындайық. Көмек берейік бұл жігітке. Мен енді мына жағында отырып, қамбар қосымша болып ағайындар деп отырам. Мен бұл жігітті Ақтабабаның асына барғанда Қазақстанда айттым, сайлап айттым. Міне мына біздің қамбар деген інім осы төраға болады. Қаракесек дегенде. Әлбір мен зорлады, мен айттым, мен бұрынғыда емес, мен памятым жоқ. Телефонға да түсіне бермеймін, ұмытып қаламын біреудің атын айтса. Құдайға шүкір айтып қамбар аталып келеді ғой, басын көріп. Бірақ бәріміз жәрдеміміз болайық әйтеуір қамбарға. Bir жерін қалдырып кеттіңіз. Және ме? Бірінші орын алып, бұрыс көптіңіз. Сосын жаңа районнан неғанда өзіңе біздерге жәрдем беріп, бұлай бір адамнан күтпейді. Әйтеуір бұлай олайсың, бұлай қайтайық. Мында қызықшылық адамнан айтатын заттар болса, соны организовать етіп болсақ, сондай керек деп айтып, келесі отырыспақта мынандай қылайық. Домбыра алып келейік, домбыра шететін болса. Сондай заттар болатын болса, сондай заттар организовать ететін ойласып, бәріміз білмелік деп. Болса, жерде анамын жерлаттар болса, соны ауылдарлардан жасырма айтып ордаға. Сондайларды бір не қылатын болайық. Мен өзім Толағаймен сөйлестірдім Қаракесек президент Қазақстандағы. Қаракесектің маршыстарын жіберіп қойды. Баяғыда алып қайтып едім, ол телефонда өшіп кетті. Мен телефонды өзгерткен кезінде. Қайтадан жібердім, қайтадан тұрттым мына жерде менде. Оны тыңдап көргендер бар ма, жоқ па? Тыңдап жатқандарыңызға сол адамдар. Қаракесектің маршы гимні да. Болу керек Қаракесектің гимні. Аяқларда ақсыңдар олай ма? Қаракесектің. Ал енді ағайындар, міне кешегіде көбісі бұлардың бергі бірінші келіп атқаны бұрын адресті нені білмейді екен. Осы мына отырған үміраттарыңыз Ерсұлтан деген ресторан. Тек Ерсұлтан кафе дей берді кешегіде. Мен ресторан деп айтып жатырмын. Мына жағында Сұлтанбек деген ресторан бар. Бұл Қаракесек өзіміздің, Абай ініміздің рестораны. Өзіміздің Қаракесектің рестораны десек те, төріміз біздің үлкен шаңырағымыз осы жерде бас қосатын жеріміз. Ал енді Абайдың коллективіне, бала шағасына, інілеріне, бәріне осы нені біздерге ұйымдастырып берген, осы жерде жақсылық жаратып берген інімізге рахмет айтамыз. Құдайым әрқашан жұмысында табыс болсын, шаңырағында аманшылық болсын, Құдайым. Міне енді бағана жаңа бір айтуға неткен Нұрбай атаңыздың
Балалары келіп отыр, ақылық шаулықтары келіп отыр, даже немерелері, незілері келіп отыр бұл жерде. Бәрі бар. Айтып өтті бағана енді ол незін действительно атаң жақсы басқарып кетті. Ешкімді бөлмеді жаңа Оразбай ағадай. Ол кісі де айтатын еді. Бөлмең балам. Қаракесексің бе болған сол. Атас бар, мүмкіншілігің болса, тойына бар, қайғысын бөліс бірге деп. Ал жігітлер әммеңізге де бір рахмет айтамын, мен жақсылап тыңдағаныңызға. Ендігі жағында билікті осы ате береді. Бұны кімге береміз? Қамбарға береміз билікті. Фатияны кім Жаңағы Саймыхан деген кісінің баласы Келімқош деген менің үйіме тиіп тұрды. Саймыханның баласы. Ол кісі қайсы болып кетті қашсан. Ол 100-ден өткен кісі еді негізі, қазір 100-ден өтетін. 24-ші жылғылар ма, сол сама бұл? Көлді қошаға. Көлді қошаға. 26 ма, 22 ма сондай. Сондай ма? 100-ден шамасы. Ол кісі қайсы болды. Оның балдары бар. Қазақстанда, қыздары, балдары бәрі Қазақстанда ол кісі. Жаңағы Саймыхан деген түрмеде қайтыс болған ба? Қаракесектен негізі шыққан адамдар көп. Қалымбет ақын дегеннің, Қабарыспаша Қалымбет ақын дегеннің. Немересі қазір Алматыда, Азат деген. Ол Абдрахман ағаның күйеуі баласы бір шетінен. Қалымбет ақын дегенің. Қалымбет ақын қазір шақырманның бер жағында ақын баба деген үлкен қойымшылық бар. Сол жерде несі, мақбарасы. Ол мына университеттің музейінде Қалымбет ақынның суреті қыстырылып тұрыпты. Анамда бір-екі заттары бар, кешегіде Оразбай ағалар барып көрді оны. Ана мақаласы бар мен қалтамда қазір. Қалымбет ақын туралы академикте жазып суреті бәрі бар. Іздесек көп солар табуға болады. Өзі қолдан келсе кім қандай болды, не болды, соларды білген жақсы болады. Бабаларымыз қандай болған, тұқымдарымыз ертең деп жүретін деп. Біздің бабаларымыз болған екен сондай деп. Жаңа айтқанда Нысан Пахриддин дегеннің енді оған көп көмегі тиді ол адамның. Өздері кетті ғой. Ана жерде отыр Жұмабай деген жігіт, соның інісінің күйеуі баласы. Осы Абайдың ағасы Жұмабай деген әне. Қазір сыртта отыр, жаңа күнмен әжеде отыр. Жұмабайды танитын шығарсыз. Аны тапсырып есіктің аузында. Міне отырып та қазір жаңа сыртта. Солай істеді адамдар. Сол Қаракесекте шыққан адамдардың нелері ғой. Бар, бұл адамдар бар. Абайдың інісі. Осы ресторанның иесінің Мақсым бар адамдарды Раушан деген ақынның шөбересі. Салауатдин деген. Белгілі енді көп адамдар білмейді оны. Ол адамдар біледі, қазір адамдар Намаз оқып балдары қазақ көшіп кетті, қыздары бәрі. Қожаға, Керім қожаға қарындастары, апалары бәрі кетіп болды олар. Ақтықтары бар, оғымен қазақтар жүрді. Келмейді, қатынаспай жүрген келсін бәрі, қосылсын деп неғып атқандарымыз. Енді кімде қандай не бар екен, мүмкін біреулер өзі бір нәрсе айтам ғой деп нетіп келді ме, бұларға бір сонда айтатын қосымша заттарың болса Серғазаға мынандай қылайық қой, қандай қылайық, не қылайық, ертең мынау және бір отырысқанда және қандай қылайық, мынандай қойыланып келейік. Бұл рет камера қостық, өткенде камера жоқ, бұл рет камера қостық. Ендігіде домбыра әкелеміз ба, және бір рет қыламыз ба, қосымша не қылатын отдельный тамада жалғаймыз ба. Кеше мына Қожеліде қазақтардың ауқауы бар ма? Соған хабарласып мына Жұмабайға айтып едім. Хабарласқан деген қазірше өздерін неғіпті, кейінен көреміз істепті да. Мен сол жақтан қазақтардың ауқауынан келіп басқа бөле қойсын демек қой. Ләзім болса оны ендігіге әкелуге тырысамыз да, сол жақтан не? Сол жақтан неден келсе, өзегінде уже музейіне несе, Қаракесектердің несі ілініп қалады да ертеңде. Тамадаға пұл керек жоқ. Тамадаға қалғанда біздерге жәрдем етінде былай білмеген затымызды үйретіп. Қаракесектердің ішінен жоқ па деймін, тамада болғандай.
Сондайларды артмас беруға шақырып керек. Айтып берейін бір куплет қосып. Дүние қарап тұрсам шолақ екен, адамдар бір-біріне қонақ екен, барында қызығыңнан ойнада күн, бұл дүние алтыдай қонақ екен. Ақ көйлек қызыл көйлек құрбың кисін, етегі желбіреген жерге тисін, барында қызығыңнан ойнада күн, көре алмай дұшпандардан іші күйсін. Ауылым көшіп барат майнағымға, барында қызығыңнан ойнада күн, қыз алтын жігіт көміс бойдағында. Барында қызығыңнан ойнада күн, қыз алтын жігіт көміс бойдағында. Ал ағайындар ойласып қой. Жаңа ендігі ұшырасуды қай уақытқа қойсақ шамамен? Бүгін енді әуелі патшалыққа құлым десін, құлым деген адамға патша күнін берсін, екіншіден сол күнін берсін. Егескен дұшпаныңды қайғы басып, тілектес тосадан күлім десін. Өзіңді Ибрахим пайғамбардай малдығының келдіңе әбзатындай білім берсін. Өрбетіп, яхыт нәби әулетінден кеткеншік жетіп өтсін қыдыр көрсін. Сәтімен әдейшедей бала берсін, балдарың жеті жүктің күнін білсін. Осы ұйымдасып беріп атқан мерекелерім құтты болсын. Басқарып атқан басшыларға рахмет. Отыршылықпенен отыра берейік. Жалғастырып. Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Алхан берекетін берсін, есен саған жеткерсін, кеткен келсін, кемтік толсын, өткен ата-бабалардың рухына тие берсін. Жолдарың болсын, құдіреті жолдасың болсын, айлы берен тіршілден сынауында болсын, нарын суын құтын болсын, өмірлерің ұзын болсын, дендерің сау болып, ата-бабалардың жолын қуып, Құдайым үлкен қара кезектердің туып биік болсын. Әмменің үйінде той жақсы күндер болсын. Ағаларымыз сау болсын, дендері сау болсын. Ендігі кездесуде Құдайым аман есен жетіп, жақсы күндер отырып, нәсіп ете берсін. Әмменің Аллаху акбар. Мұстақиллікке қылдық па ендігі келесіне? Сіздерден өтініш бір затым бар. 6 айдан болсын, 3 айдан менсіздер ме, отырыспамыз бұндай болмасын ендіге. Ағалар қара кесектер енді нашар болып сөйледі демеңдер. Үзір сіздерден сұраймын да. Ендігі отырыспамыз басқаша болсын. Біз тамақ үшін келмейміз. Ұрман бір-бірімізге көрсек, мехір көзде дейді ғой. Бір-бірімізді көріп, қазір сырттан болса да танысып жатырмыз. Күйеуді отырып, бәрі өлең жазатын шайырларымыз болса жазып келсін. Билеңдер, екі ауара-шауара приз қояйық. Бір той-тойға алып той болсын деймін да. Міне 33 жылда Наурыз мереке айы айт мерекесі келген екен. 33 жылда ұшырасып жатырмыз. Мынандай әм наурызымыз, әм айт мерекелері. Су арасында осындай отырыспа болып жатыр екен. Өте қуаныштың бәрімізді осындай тойларға жетіре берсін. Ендігіні сентябрь айы мұстақылық деп жатырсыңдар. Мұстақылық байрамында ағалар үзір мені сөйледі демеңдер. Енді бұдан енді танысуымыз ғой енді бұл. Әркім өзінің өнері бар ма, өзінің туыстарымен қалай нететін келіп кім сөйлеп жатыр, Жасылкендерге ендігі әммеге сөз берудің шарт емес, енді таныстық, Жасылкен адамдарын бата алайық. Әзір көбісі тұрып шығып кетті. Біз
Ондай емес, ауқаттан кейін, тамақтан кейін жасыл киімдер, ұзақ жолдан келгендеріміз бар міне. Қазір танысып жатырмыз ба? Солардан бата алып, астына беріп жатқан асты, тамақтың несін бар үйреніп батасын аласыздар, несін алмай тұрып кетпейсіңдер. Енді қара кесектер тәртіпсіз емес шығар. Ондай, ағаларым сіздерден өтініш, інілерім, ағалар бата десе, мына жас кішілер өзінің өнерлерін, билерін, шайырлық нелерін, өнерлерін көрсетсін да. Біз есте қаларлықтай, неге дегенде біз қуанышта Қарақалпақстанның сонша жерден жиналып келген қара есектері деп біздер ұялмастай Қазақстанға жіберетіндей болайық видеоларымызды. Құдай қаласа аманшылық болса. Менің де бір өтінішім бар. Біз бүйрегден ертіп жүрген мына сіңілердің бәрін аттандап қара есексіндерді шығыңдар деп беріп келдім. Басқа қара есектің қыздары қайда? Егер қара есектің қыздарын тығып қоясыңдар. Қара есектің қыздардың кем жері бар ма? Енді қара есектер жағысың. Қыздар келсін, жеңгелеріміз келсін. Көп болып келді, тойхана кейін үкіттай жүрген отырмай. Келсін балды қара есек. Сәлем салдырамыз жеңгелерге. Қызлар міне сіздердің берген замечанияларыңызды, ұсыныстарыңызды еске аламыз. Бұл айтқандарыңыздың бәрі орынды. Бірақ бұл енді біздердің бірінші анау немізден кейінгі бірінші бас қосуымыз үлкен не болып тұрды да. Бірақ біздерде бір сіз айтқандай жаңағы белгілі жаңа программа дейміз бе, не дейміз бе, пәлен сағатта анау болу керек, пәлен минутта мынау болу керек деген нені Құда қаласа сіз өзіңіз бола ма, базар бір бола ма? Я сіздер сол жаңағы неше сағат отырсамыз, 6 сағат отырсамыз, 4 сағат отырсамыз, соған бөлістіріп, мына жерде мынандай болу керек, мына жерде жасыл көңнің несін аламыз, мына жерде өлең айту керек, мына жерде кім өзінің жасыл көндерін айту керек, кім нету керек деген нені өзлеріңізден бір ұсыныс түссін. Яқшы. Енді одан кейін мұстақылық деп атсындар, жаңағы не деп атсындар. Енді мұстақылық күні әркім баласын жібереді, қызын жібереді, жаңағы ақыларын жібереді, сол күні қол тимей қалады. Мұстақылықтан кейін бір 2-3 күннен кейін болса, барлық тек байрамның күні отырысы шарт емес. Менің ұсынысым сондай. Ойласып қояды. Не деді? Енді расында да сол нені бір есапқа алу керек. Рахмет. Көш жүрегілер түзеледі деген ғой. Көш жүрегілер түзеледі. Ауа, doğru айтасың. Айтқандарың дұрыс. Енді айтқандарың дұрыс. Мына расписание деген бола ма? Мына 5 сағат оқыса, 4 сағат оқыса мектепте. Соны өзіңіз дүзіп айтсаңыз. Суретте алмағандар бар ма? 4 дана сурет алмағандар бар ма? Бар екен. Бір данаға бар екен.